Бөлім демалыс мәдениеті. Сабақтың тақырыбы сөз және оның құрамы. Мақсаты мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарға жауап береді. Бұл сабақта оқушылар сөз және оның құрамы тақырыбынан игерген білімдерін практикалық іс-әрекеттерінде қолдана алады. Сөз тақырыбы бойынша ойланып көр. Және бүгінгі жаңа тақырып бойынша төмендегі бейне үзіндіге назар аудар. Ай мектеп. Дана, сен не істеп отырсың? Аға, біз бүгін сөздің құрамы туралы оқыдық. Сөз дыбыстардан ғана емес, мынадай бөлшектерден де тұрады екен. Мынаны түбір, ал мынаны қосымша дейміз. Аға, мына сөзде кіт деген түбір бола ма? Айтшы, ал сен басқа сөздердің түбірлерін қалай тапқан едің? Олар әрі қарай бөлуге болмайтын бөлшектер. Дұрыс айтасың. Тек сен мынаны ұмытпа. Түбірді бөлсең, мағынасы болмай қалады. Мағынасы бар бөлшек екен ғой. Ал кіт десек, мағына жоқ. Ендеше түбірі кітап. Ал енді түбір мен қосымшаларды орындарына қойып шық. Кітапты жыртпа. Кітап біздің досымыз. Міне, жасадым. Керемет, Дана. Тыңдалым. Елтаңба мен ту туралы аңыз. Сонау ерте заманда бүгінгі қазақ елінің төрінде ай мүйізді, аққу қанатты қос пырақ өмір сүріпті. Сол пырақты мінген ерлер дүниені шарлапты. Көп уақыт өткен соң, отан, оттан да ыстық деп, олар туған еліне қайтып оралыпты. Сонда қос пырақтың алдынан қалқыған қыран шығып, «Ия, не көрдіңдер? Не түйдіңдер?» депті. Сонда қос пырақ: «Көргенімізді айтсақ көп сөз, түйгенімізді айтсақ әркімнің өз жері жұмақ екен» депті. «Туған жер тұғырың, туған ел қыдырың» деп қостапты қыран. «Шаңырағымызды өз еліміздің төріне тігуге бел байладық» дейді қос пырақ. «Онда алдарыңнан жарылқасын, шаңырағымыз биік болсын» дейді қыран. Сонда қос пырақ тұрып: «Тауып айттың қыран, ынтымақ түбі игілік» дейді. Сол игіліктің арқасында Қазақстан атты елдің мәңгілік рәмізіне айналсақ, біз үшін бақыт емес пе? Онда бақытымыз баянды болсын. Міне, қысқаша түйіп айтсақ, еліміздің елтаңбасы мен туы осылайша пайда болыпты. Мәтінді өзің қайталап оқып шық. Сұрақтарға жауап бер. Мәтіндегі нақыл сөздерді теріп жаз. Көне, пырақ, айбар, игілік сөздерінің мағынасын түсіндірме сөздіктен қара. Мәтіндегі қарамен берілген сөздерді сөз құрамына талда.
үлгі дәптермен жұмыс. Жазылым. Өлеңді көркем жаз. Елім менің жерге бай, айдынды шалқар көлге бай. Өлеңді сөз құрамына талда, түбір мен қосымшаны тиісті белгімен белгіле. Жазылым. Берілген сөздерді сөз құрамына талда. Берілген сөздер жүзгішті, көлшік, достықпен, мектепте. Мысалы, жүзгішті сөзі түбірі жүз, гіш жұрнақ, ті жалғау. Ары қарай тапсырманы өзің орында. Жазылым. Сәйкестендіру тапсырмасын орында. Берілген сөздерді тиісті бөліктерге қос. Мысалы, сыйлық. Әрі қарай өзің орында. Үйге тапсырма. Үйге берілген тапсырманы орындап, өткен сабақты қайталап шық. Бүгінгі тапсырмаларды орындау барысында өзіңді бас бармақ әдісімен бағалап көр.